Білесіз бе, бет күтімі мен үшін өзекті мәселе. Әсіресе көктемде қатты ушығып, бетім кеуіп, қара нүктелер де көбейеді. Десек те менің мәселем мына тарихи тұлғаның мәселесінің қасында түкке тұрмай қалатын сияқты. Бұл ханшайым өмірінде ешқашан жуынбаған. Десем сәл қате болады. Себебі ол өмірінде 2 рет қана жуынған. Біріншісі сәби шағындағы шоқыну кезінде, екіншісі үйлену тойының алдында. Ол 15 ғасырда Кастилия, Леон және Арагон мемлекеттерінің ханшайымы Изабелла I. Деректерге сүйенсек, Изабелла жуынуды жек көргені соншалық оны азаптау деп атаған көрінеді. Ал іш киімдерінің бәрі сарғайып кеткендіктен сары түсті ханшайым түсі деп атаған екен. Ханшайым болса да Изабеллаға жаным ашып отыр. Себебі ол заманда Авен косметикалық өнімдері болған жоқ. Қазір 21 ғасыр болғандықтан қыздардың бәрі ханшайым. Бірақ Изабелла сияқты болмауымыз керек. Тән тазалығынан бөлек бет күтіміне ерекше мән бергеніміз абзал. Видео басында айтқанымдай, бетіме безеу қара нүктелер жиі шығады. Олармен күресуге маған Авен көмектесуде. Клинанс тазалаушы гелі pH теңгерімін бұзбай, бет терісін кептірмей тазалайды. Термалды су бет терісін жайландырып, қызаруды басады. Маған ұнайтын Клинанс комедамет концентратына тоқталсақ, безеулер мен қара нүктелерді кетіріп, клиникалық тұрғыда 7 күннен бастап бөртулерге қарсы нәтиже беретіндігін дәлелдеген құрал. Әрине, аталмыш құралдарды бөлек-бөлек қолданса болады. Десек те бәрін бірге кешенді түрде қолданса, нәтиже сәтті болары анық. Қыздардың бәрі ханшайым болуға лайықты, бірақ Изабелла сияқты емес. Солай.